Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Шумадияр Жабайхан және бұл Қарапайым Мастер каналы. Бүгінгі видеода мен сіздерге үй жағдайында қалай фонтан жасау керек екенін көрсететін боламын. Жоқ, үлкен фонтан емес, әрине кішкентай фонтан. Яғни үйге арналған. Ендеше бастайық. Бізге ең алдымен керек болатын зат зарядка. Ең алдымен біз осы қуаттандырғыштың түбін кесіп тастаймыз. Ол бөлігі бізге керек жоқ болады. Сосын кескен бөлігімізді жақсылап ашып аламыз. Яғни екі толым шығар. Келесі кезекте бізге керек болатын зат кез келген бөтелгенің қақпағы. Біз оны қолымызға ілінген затпен тесіп аламыз. Яғни қуаттандырғыштың тоғы өтетіндей қылып. Біз осы қуаттандырғыштың тоғын өткізіп, және дәл осындай насосқа жалғаймыз. Егер бұл насосты қайдан алу керектігін білмесеңіздер, өз қалаларыңыздағы аквариум немесе балық сататын дүкендерден таба аласыздар. Және әртүрлі көлемде және әртүрлі бағада. Сосын ыстық желмен осы қақпақтың ішіне құйып, моторды судан сақтаймыз. Және ұқыпты бүкіл жерін желімдеп шығамыз. Сосын тоққа бір тығып тексеріп көреміз. Ол жақсы жұмыс істеп тұр. Ендігі кезекте бізге дәл осындай ыдыс керек болады. Бұл видеода сіздерге фонтанның екі түрін көрсететін боламын. Алдымен сіздерге оңай түрін көрсетіп жіберейін. Енді сіздер осындай ыдысты алып және ауладан кез келген тастарды жинап алып фонтанға өз идеяларыңызды қосып, қалаған шағылып құрастырсаңыздар болады. Және бұл фонтан шынайы көріну үшін бүкіл үйде зең қойып қарасаңыздар, қабырғалардың түбінде дәл осындай жасыл шөптер орналасқан. Бұл шөп өте көп шыдайды. Яғни кішкене су тиіп тұрса болды, бұл шөптің өлуі екіталай. Және бұл жерде қатып қалған ешнәрсе жоқ. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты дизайнде жасап ала аласыздар. Ол өздеріңізге байланысты. Ал мен дәл осылай жасадым. Сосын су құйған кезде түбіндегі насосты түгелдей су көмуі қажет. Сосын сіздер бұл суды таусылып қалмай ма деп ойлап жатсаңыздар, бұл насос түбіндегі суды үстіне шығарып, ал үстінде атылған су қайтадан түбіне барып, дәл осындай айналыммен су таусылмай ағып тұрады. Және дауысы да керемет, құлаққа жағымды. Құлақтың суының дауысы естіледі. Міне бірінші бөлігін сіздерге көрсеттім, енді екінші бөлігі кішкене қиындау, бірақ бұл біріншісіне қарағанда әдемі көрінеді. Бізге шыны керек. Бұл шыныны құрылыс дүкендерінен аласыздар, немесе мынандай кез келген үйде болатын портреттің шынысын алсаңыздар болады. Бұл шыныны біз кесеміз, осындай өлшемде өздеріңізге алып алыңыздар. Үшінші кезекте біз шынын қалай кесеміз? Біз шыныны дәл осындай арнайы қалам арқылы. Бұны да құрылыс дүкендерінде сатады, өте қолжетімді бағада. Біз бұл шыныны жабыстыруымыз үшін дәл осындай желімді пайдаланамыз. Көріп алыңыздар, аквариум мен шыныға арналған желім. Бұл желімді біз дәл осындай 500 теңгелік арнайы пистолет арқылы қолданатын боламыз. Сіздер шыныны кескенде абай болыңыздар. Дәл видеодағыдай нұсқаулықпен кесіңіздер.
could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Біз өзіміздің бөлшектерді дайындап алған соң жабыстырмамен бүкіл жерін, яғни бұрыштарын жабыстырып шығамыз. Сосын абайлап желімді өзіміздің ыдысымыздың бұрышына жағып шығамыз түгелдей. Шамамен 2-3 сағатта бұл кебеді, сосын сіздер міндетті түрде су қойып тексеріп көресіздер. Егер еш жерінен су ақпаса, жұмыстарыңыз сәтті орындалды. Ары қарай ешқандай қиындық жоқ, дәл бағанағыдай насосымызды орнатып, өзіміздің фантазиямызға байланысты тастарды және осындай шөптерді орнатып, фонтанды қайтадан құрастырамыз. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Достар, бұл затты сіздерге үйде жасап көруге кеңес беремін. Себебі көрінісі өте керемет және сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Кәдімгі кішігірім тауды өз бөлмеңізге әкеп қойған секілді көрінеді. Достар, егерде сіздерде идея болса немесе бір нәрсе жасауға кеңес берсеңіздер, комментарийға жазып кете беріңіздер. Мен сіздердің бүкіл комментарийларыңызды оқып, соны ескеретін боламын. Егер жақсы идея болса, тіпті видеоға түсіретін боламын. Видеоны көріп болғандарыңызға үлкен рахмет. Каналға жазып лайк басып кетіңіздер. Дәл осындай келесі қызықты видеода кездескенше сау болыңыздар.